Сіздермен бірге мен Кәрімбек Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз артрология жайында айтатын боламыз. Бұл видеода артрология. Жалпы артрология дегеніміз не? Артрология бұл бізде буындарды зерттейтін ғылым түрі. Яғни буындар неден тұрады, оған қандай қосымша аппараттар кіреді, соның бәрін зерттейтін ғылым. Жалпы мен бұл артрологияға кіріспес бұрын мен сіздерге бірқатар буында жасалатын қимыл қозғалыс түрлерін айта кету жөн санадым. Себебі біз артрология анатомиясын және неология, яғни бұлшықеттердің анатомиясында бұлшықеттердің қызметін айтқан кезде олар осын мысалы шынтақ буын бүгеді немесе жазады деген секілді қимыл қозғалыстарды айтамыз. Және де алдағы уақытта қандай да бір қиындықтар тумас үшін осы буындарда болатын қозғалыс түрлерін дұрыстап түсініп алуларыңыз қажет. Ең алдымен буынның өзі тоқталатын болсақ, буында алдыңғы видеоларда айтқандай негізгі үш құрылымнан тұрады. Олар буындық беті, буын капсуласы және синевиалды сұйықтықтан. Және де оған қосымша аппараттар кіреді. Яғни олар мениск болуы мүмкін, байламдары болуы мүмкін, араларында диск болуы мүмкін деген секілді. Енді біз жоғарғы жақтан төмен қарай буындарға тоқталып өтетін болсақ, ең алдымен бізде шықшыт буыны, яғни жақта бұл бізде бірлескен буын болып табылады. Яғни екі жақтағы буында бірге жұмыс жасайды. Қарап тұрсаңыздар, жақты ашқан кезде де, жапқан кезде де екі жақ буында бірге жұмыс жасап тұрады. Бұл бірлескен буын. Және біз жағымызда қимыл қозғалысын жақта түсіреді, және де оны көтереді, жоғары қарай жабады. Одан кейін жақта оңға қарай және солға қарай біз қимылдата аламыз. Бұл да аса бір қиындықтар жоқ. Одан кейін біз омыртқаға келетін болсақ, омыртқалар олар алға қарай еңкейеді, артқа қарай шалқаяды, және де оңға солға қарай иіледі. Және сонымен қоса біз басымызды не болмаса денемізді бұрған кезде буын омыртқалар ол өзінде айналыстар жасайды. Бұл жерде де аса бір қиындықтар жоқ. Одан кейінгісі бізде иық буыны. Иық буынында бізде үш топ қимыл қозғалыс түрлері бар. Соларды жасайды. Яғни бізде бұл еркін қозғалыс жасауға арналған буын. Енді біз бастайтын болсақ, бірінші бізде әкету, абдукция. Яғни алғашқы видеомыз айтқанда бізде басымыз және омыртқамыз бұл орталық болады, қаңқа осі болады. Енді осыдан бізде әкету болады. Яғни кез келген бұлшықетті әкететін болсақ, әкету десе ол осы орталықтан алыстау деген сөз. Енді әкету, абдукция, енді әкелу, ол былай денеге қарай жақындату болады. Бұл аддукция болады. Яғни денеге қарай жақындату. Одан кейін иық буынын жазу болады. Иық буынын жазған кезде былай қарай жазылады, ал былай қарай бүгіледі. Одан кейінгісі біз сіздердің кітаптарыңызда ішкі айналым не болмаса, сыртқы айналым болмаса, ішкі ротация және сыртқы ротация деп жазылуы мүмкін. Біз видеоларымызда пронация және супинация дегенге тоқталамыз. Пронация дегеніміз қолымыз біз нейтралды, бейтарап қалыпта тұрған кезде жасалатын қимыл қозғалыстардың түрлерінің бірі. Яғни нейтралды қалыпта тұрады. Осыны біз ішке қарай айналдырамыз. Яғни бұл пронация деп аталады. Ал біз қолымызды нейтралды қалыпта тұрған кезде, не болмаса пронациялық қалыпта тұрған кезде оны сыртқа қарай айналдыратын болсақ, бұл бізде супинация деп аталады. Немесе сыртқы ротация, сыртқа қарай айналу. Иықта сонымен үш топ, яғни әкету, әкелу, жазылу және бүгілу қимылдары жасалады. Және де пронация, супинация қимылдары. Одан кейін біз шынтақ буынына келетін болсақ, шынтақ буынында бір ғана қозғалыс, ол бүгіледі және де жазылады. Бір топ қозғалыс. Одан кейінгісі біз шынтақ буынынан кейін бізде білек сүйектері орналасқан. Осы білек сүйектерінде екі сүйекті ажыратамыз. Сүйектердің анатомиясынан білесіздер. Бұл бізде медиалды жақта, яғни дене осіне жақын жатқан бұл шынтақ жілігі, және де латералды жатқан кәрі жілік сүйегі. Одан кейін біз бұл сүйектер жоғарғы жағында проксимальды бөлігінде және дистальды бөлігінде екі жерден буын құрайды. Яғни проксималь және дистальды білек буындары. Енді бұларда бірлескен буын деп аталады. Яғни жақ буындары секілді бұл жерде де екі қимыл жасалады. Екі қимыл, бір топ. Ол бізде пронация, яғни қарап тұрсаңыздар, пронация, қол ішке қарай айналады, және де сыртқа қарай супинация. Нейтралды қалып, пронация және супинация. Бұл бізде осы екі білек сүйектердің бір-бірімен айқасу арқылы жасалынатын қимыл қозғалыс түрлері. Одан кейін біз білек буыны, білезік буынына келетін болсақ, білезік буынында екі топ, төрт қимыл әрекет жасалады. Ол біріншісі біз білезік буынын бүге аламыз, және жаза аламыз. Одан кейінгісі біз білезік буынын денеге қарай әкеле аламыз, және денеден әкете аламыз. Яғни әкелу, әкету, бүгілу, жазылу қимылдарын жасайды.
Одан кейін саусақтарға келетін болсақ, саусақ фалангілері бұл жерде бүгілулері салынады. Бүгілу және жазылу қимылдары салынады. Және сонымен қоса бізде саусақ сүйектерін әкету және де әкелу қимылдары бар. Сонымен бізде жоғарғы қолдарымызда бітті. Одан кейін біз енді ұршық буыны, тізе буыны және де тобық буынына тоқталатын боламыз. Келесі буын бізде бұл ұршық буыны, яғни жамбас сүйегі мен тоқпан жіліктің бірігуінен, тоқпан жілік басының бірігуінен жасалынған буын. Бұл да иық буыны секілді бірқатар қимыл қозғалыс түрлерінде сайланады. Ол бізде бұл тұрып тұрған қалпымызда және аяғымызды сәл артқа қарай әкетсек, бұл бізде ұршық буынында жазылу болады. Одан кейін біз ұршық буынын бүге аламыз. Яғни бұл ұршық буынында бүгілу және ұршық буынында, яғни сан сүйегін бізде әкету қимылдарын жасай алады және әкелу қимылдарын жасай алады. Бұл ұршық буында. Одан кейін ұршық буында тағы да бір аз қимыл қозғалыс түрі бар, ол пронация және супинация. Яғни ішке қарай айналдыра аламыз. Өте аз көлемде, градустары өте аз, қолдық сияқты өте үлкен емес, және де супинация, сыртқа қарай айналдыра аламыз. Бұл ұршық буындағы бітті. Одан кейін бізде тізе буыны. Тізе буынында екі ақ қимыл, бұлар бүгіледі және жазылады. Одан кейінгісі ең қызықты бір буындардың бір түрі, бұл біздегі тобық буыны. Яғни тобық буынында егер біз аяғымызды машинаның газ педалдарын немесе тормоз педалдарын басқан секілді аяғымызды ұстайтын болсақ, онда бұл бізде тобық буынында бүгілу болып саналады. Ал егер де біз бақайларымызды өз денемізге қарай тартатын болсақ, онда бұл тобық буындағы жазылу болып саналады. Яғни бұларда сәл өзгеше шатастыру мүмкін. Мынау бізде бүгілу болады, ал мынау жазылу болады. Одан кейінгісі бізде бақайшақтар. Бақайшақтарда да екі қимыл бар, олар бүгіледі және жазылады. Сонымен келесі бізде артрология. Яғни жоғарыда атап өткенде артрология бұл сүйектердің байланысын зерттейтін ғылым түрі. Жалпы артрологияны сүйектердің байланысын зерттеген кезде сүйектердің қандай байланыстары бар екеніне назар аударсақ, жалпы сүйектер олар үздіксіз, үздікті және жартылай буындар арқылы байланысатын болады бір-бірімен. Үздіксіз не болмаса үзіліссіз біз оларды синартроздар, үздікті немесе үзілісті болады. Диартроздар немесе буын деп те атайтын боламыз. Одан кейін жартылай буындар. Оларға біз симфиздер жатқызатын боламыз. Одан кейінгісі бізде үздіксіз, яғни үзіліссіз байланыстар, синартроздар. Олардың байланысының өзінің үш түрін ажыратамыз біз: фиброзды қосылыс, шеміршекті қосылыс, сүйекті қосылыс. Фиброзды қосылыс, артикуляция, фиброза. Олардың өзінің біз үш түрін ажыратамыз. Яғни олар буындар бір-бірімен жіктер арқылы байланысуы мүмкін. Яғни жік дегеніміз бізде сутура. Олардың өзінің үш түрін ажыратамыз: тегіс жік, тісті жік және қабыршалық жік. Тегіс жік, стура плана, бұл бізде бет сүйектерінің байланыстары кездерінде қолданылады. Осы тегіс жік арқылы олар байланысатын болады. Тісті жік, стура серата және қабыршақты жік, стура скуамоса, бұл бізде бас сүйектеріндегі ми сауыт сүйектерінің байланысы, яғни нейрокраниум сүйектерінің байланысы. Одан кейін бізде қадалған байланыс деген бар. Қадалған байланыс бұл біздің тістеріміз, яғни тістеріміз жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінде бізде ұяшықтар бар, альвеолар. Сол жерге бізде тістеріміз қадалып орналасуына байланысты бұл бізде қадалған байланысқа жатқызамыз. Одан кейін синдесмоз. Синдесмоз дегеніміз бұл буындардың бір-бірімен шеміршектер арқылы байланысуы. Кешірім сұраймын, шеміршек емес, байламдар арқылы байланысуы. Бұл бізде синдесмозға жатады. Алдағы уақытта бұлардың түр-түрін ажыратамыз. Одан кейін шеміршекті қосылыс, артикуляция, картилейдж. Бұның өзін немесе бұны синхондроз деп де атаймыз. Синхондроз бұлардың өзінің екі түрін ажыратамыз: тұрақты және де уақытша. Тұрақты синхондроздарға, яғни олар үнемі, яғни туылғанда шеміршек болып қалыптасты. Одан кейін адам 90 жасқа келсе де ол жер шеміршек болып тұрады. Одан кейін уақытша деген түрі бар. Уақытша кездерінде ол туа пайда болған кезде синхондроздар, яғни біздің басымызда болады, еңбек кішкентай балдарда болатын. Одан кейін бізде жамбас сүйегі, сегізгөз сүйектер, сегізгөз жатпайды. Жамбас сүйектері төбемізде болған еңбек, бұның барлығы уақыт өте келе сүйекке айналып кетеді. Сондықтан бұларды уақытша синхондроздар деп атайды. Одан кейінгі бізде сүйекті қосылыстар, синастоздар, яғни бұлар бір-бірімен сүйектер арқылы байланысатын болады. Ол бізде сегізгөз құйымшақ сүйектерін жатқызсақ болады. Одан кейінгісі бізде үздікті, яғни үзілісті
байланыстар, диартроздар, не болмаса буын, артикуляция, суставы. Енді біз буынның негізгі элементтеріне тоқталатын болсақ, буындарда негізгі буындық беті, фацес артикулярис, буын қапшығы, капсула артикулярис, одан кейін буын қуысы, кавитас артикулярис, және де осы жерде орналасқан бізде синовиалды сұйықтық болады. Яғни буын бізде буын беттерінен, екі сүйектің бір-бірінің буындық беттерінен, одан кейін буын қапшығынан, осы екі сүйектің сыртынан қоршап тұратын буын қапшығы, капсуладан, одан кейін буын қуысы, осы екі сүйектің арасындағы қуыстан тұрады. Осы екі сүйектің арасын және сыртынан қапшық қоршап тұр, осы жердегі негізгі элементтер. Енді буынның өзінің түрлері бар. Анатомиясына байланысты біз буындарды қарапайым, күрделі, кешенді не болмаса бірлескен, және де бірлескен буындар деп бөлеміз. Қарапайым буындарға бізге нелер жатады? Оларда тек қана бір ғана буындық беті болатын болса, онда ол қарапайым буынға жатады. Біздің денеміздегі бүкіл буындар, бұлар негізі қарапайым буын, тек қана шынтақ буынған артикуляция кубити ғана бізде күрделі буынға жатады. Яғни күрделі буын бұл жерде үш буындық бетті ажыратамыз. Үш сүйектің буындық беті бар. Күрделі буын деп бізде екіден көп буындық беттері болатын болса, онда ол күрделі буынға жатады. Яғни бізде тек бір ғана буын бар, бұл шынтақ буыны. Одан кейін кешенді буын дегеніміз бар. Кешенді буын дегенімізде ол кешенді буындар артикуляция комплекс, яғни олардың қосымша буындық аппараттарының орналасуына байланысты. Яғни мысалы тізе сүйегін алатын болсақ, олардың ішінде менисктер орналасады. Алдағы уақытта тізе буын айтқан кезде бұл менисктерге жеке тоқталатын боламыз. Одан кейін бірлескен буын, артикуляция комбинаты, яғни бұл бізде жоғарыда айтып өткендей шықшыт буыны, екі буын бір мезетте қимыл қозғалыс жасайды. Одан кейінгі басқа бізде білек буындары және де бұғананың екі басындағы буындар, бұларда бізде бірлескен буындарға жатады. Енді ары қарай буындардағы қозғалыстар айналу өсіне байланысты бір білікті, яғни тек бір ғана топ қозғалыстарын жасайтындар. Жоғарыда атап өткендей, не бүгіліп жазылады, не болмаса пронация, супинация жасайды, не болмаса әкеледі. Бұл бір білікті буындарға цилиндр тәрізді артикуляция трахеидея, одан кейін шығыршық тәрізді артикуляция гинглимус, яғни тәрізділері бар. Бұл кітаптарыңыздан барлығына жақсылап оқып аласыздар. Одан кейінгі бізде екі білікті сүйектер, яғни ол жерде қимыл қозғалыстар түрлеріне байланысты. Одан кейін бұл екі білікті буындардың өзіміз эллипс тәрізді, айдаршықты, ертоқым тәрізді деп бөлетін боламыз. Эллипс тәрізді бұл бізде кәріжілік және де білезік буынын айтамыз. Одан кейін бізде айдаршықты бұл бізде тізе буынында бар. Одан кейін ертоқым тәрізді артикуляция селларис, бұл бізде тағы да осы тізе буынында айтылатын болады. Яғни бізде тақым шұңқыры бар. Осыған байланысты. Одан кейін көп білікті шар тәрізді, ол артикуляция сфероидая. Ол бізде шар тәрізді иық буыны және ұршық буындары шар тәріздіге жатады. Одан кейін жалпақ буындар артикуляция планы. Ол жерде қимыл қозғалыс айтарлықтай шектелген болып келеді. Ол бізде қай жерде орналасқан? Ол бізде сегіз көз мықын буындарында. Бұл жалпақ буындарға жатады.